Мен Сартбай Әлинұр Нұрбекұлы, ынтымақ жалпы білім беретін мектебінің 8-ші сыныбында оқимын. Бүгінгі менің таңдаған тақырыбым отаным, қасиетті туған жерім, яғни ынтымақ ауылының тарихы жайлы. Біздің ауыл Сәкен Сейфуллин атындағы селолық округ орталығы. Атасу кентінің солтүстігінде 25 километр жерде, ал Қарағанды қаласының батыс жағында 225 километр жерде орналасқан. Яғни Иманақ тауының етегінде. Іргесі 1931 жылы қаланған. 20 ғасырдың 30 жылдарында біздің ауылда жеткіншек, Киров, Алғабас ұжымшар ұйымдастырылған. 1960 және де 1990 жылдарда Сәкен Сейфуллин атындағы кеңшарды және ауылдық кеңестік орталығында бізде мал шаруашылығы, яғни ірі қара мал шаруашылығы және де егін шаруашылығы жақсы болды. Халқының саны қазіргі уақытта 658 адам. Ал біздің жалпы ауданы 205,9 мың гектар. Округтің елді мекендерінде ынтымақ, Жаңаталап, Бестоған, бір мектеп және дәрігерлік пункт, кітапхана, мәдениет үйі, мешіт және тағы басқа мекемелер. Қазіргі уақытта біздің ауыл кеңшарында 85 шаруа қожалығы бар. Үшінші ауыл, яғни жеткіншек ауылы. Біздің ауыл алғашында 1931 жылы жеткіншек деп аталған. Жеткіншек ауылының ақсақалдары Әлжанов Шалабай, Сәдуақасов Кәдіркей, Үкібаев Әдіқан, Оспанов Әбдірахман, Бәйменов Тілеубек, Сәпиянов Үмкен. Міне, бұл біздің ауылымыздың әдемі көріністері. Бұл біздің ауылымыздың саябағында орналасқан қанатты барыс, еркіндіктің, жақсылықтың белгісі. Ал бұл біздің ауылымыздың аркасы, яғни белгілі бір кәсіпкердің арманы бойынша жасалған. Ал бұл болса ауылымыздың аркасының ашылу салтанаты. Ал бұл медпункт, ал бұл болса ауылымыздың кітапханасы. Бұл ауылымыздың мешіті. Және де ауылдағы саябақта Сәкен Сейфуллиннің ескерткіші орнатылған. Ал бұл суретте Сәкен Сейфуллин ескерткішінің ашылу салтанаты болып жатыр. Ал бұл болса біздің ынтымақ жалпы білім беретін мектебі. Ал бұл болса балаларға арналған ауылымыздың футбол ойын сауық кешені. Ал бұл біздің медпункт. Иманақ тауы. Иманақ тауы өздеріңіз көріп отқандай өте әдемі, киелі тау. Баяғы кезде бұл таудың атауы екі түрлі ат болған. Бір иманды кісі осы тауды келіп аралап, осы ауылдың маңындағы тұрғындардың барлығы иманды болсын, имандары ақ болсын деген екен. 4 ғасыр, 4 тұлға. 18 ғасырда біздің ауылда Нияз Батыр, 19 ғасырда Сайдалы Сартоқа, Сәкен Сейфуллин 20 ғасыр, Қайрат Байбосынов 21 ғасырда өмір сүрген. Нияз Батыр, руы Алтай Сайдалы Барқұлы Нияз. 1688 жылдардың шамасында туылды. Және де бұл кісі халық аузына сүйенетін болсақ 120 жыл жасаған десті. 1808 жылдардың мұғдарында қайтыс болып, Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі қорымға жерленген. Түркістанға қойылған қазақтың айтулы адамдарының тізімінде Нияз Батырда бар десті. Сайдалы Сартоқа. Есімі әлі күнге дейін ел аузынан кетпеген бұл кісі қазіргі уақытта арқа өнерпаздарының арасында Сартоқа есімімен, яғни Тәттімбекпен қатар аталады. Сарыарқаның саңлағы Сәкен. Сәкен, Садуақас, Сейфуллин. Сәкен Сейфуллин, Садуақас, Тоқа, Бесім Сарқожа, Жасыбай, Мырзамбет, Ескене Бәйбек, Жәнібек Оспан, Сейфулла Сәкен болып тармақталады. Ақмола уезі Нілді болысында дүниеге келген. Туған жері әкесінің қыстауы ортаудағы Қарашілік, қазіргі Шет ауданының жері деп аталып жүр. Сәкеннің өз қолмен тартылған өмір баяны 1894 жылы туылған дейді. Бірақ ал Сәкеннің көзін көрген аталас туыстары болса, бұл кісінің 1892 жылы дүниеге келген десті. Руы Алтай, Сайдалы Сүргайлы Олжан, Қайрат Әубәкір, Әукенұлы Байбосынов. 1950 жылы Қарағанды облысы Жаңарқа ауданының орталығы Атасу поселкесінде туған. Әлемді әні баурап, халықтаған Қайрат Ленин атындағы қазақ мектебін оқып бітірген. Санлақ әншісі Қазақ СССР-інің халық әртісі Жүсіпбек Елебеков қаласында оқыды. Гүлдер ансамблінің әншісі болды. Әкесі Әукен етікші, етік, қобыз, домбыра және де тағы да басқа
үй шаруашылығында айналысқан. Анасы болса торша үй шаруасындағы адам. Ынтымақ ауылындағы тылда еңбекке белсенді қатысқан, атсалысқан кісілер. Қоңқаев Рышкен жұбайы Дариға апаймен, Төлкеев Рымкүл жұбайы Рахила, Омарова Әбдіқожа жұбайы Бейбісара. Ұлы Отан соғысының ардагерлері Досанов Аманжан, Бұхаршин Боран, Исімбаев Орынбай, Қалжан Фижан, Сүлейменов Ахметжан және бұл кісілер Әлмағамбетов Нұркен. Бұл кісілердің барлығы Ұлы Отан соғысының ержүрек ардагерлері. 1962 жылдан 91 жылға дейін совхозда 6 директор болған. 1962 және де 1967 жылдарда Исмақов Серік басқарған. 1967 және де 1971 жылдарда Әбілдин Қуат Жанарқа ауданында туған. 1974 жылдан 1985 жылдары Смайлов Мәжит 1930 жылы туған, Жанарқа ауданында кеңес шаруашылық қызметкері. 1985 жылдан 1987 жылдары Әбдірахманов Зейне Багден басқарды. 1987 жылы және де 1991 жылдарда Әбілдин Шайзада. Колхоз совхоздың мал шаруашылығында өркендеуге аянбай еңбек еткен адамдар. Тәжібеков Төкен, Ағайынды Айтбек, Қоршабеков Тастанбек, Мақсұтов Аманжол, Смайлов Орысбай, Әбішев Кеңес, Шармағамбетов Көлбай және тағы да басқалар. Біздің ауылдың механизаторлары Кәдірбеков Пазыл, Төлекеев Рымкүл, Байылдин Көпжасар, Илубаев Рахметулла, Аханов Ермек. Ал құрылысшылар прораб соғыс ардагері Бұхаршин Боран 1941-1945 жылдар аралығындағы Ұлы Отан соғысына қатысқан азамат. Бас инженерлер Жақия Зарлықов, Сәтімен Сатбаев, Жұмабек Табынов, Шайзада Әбілдин. Бас бухгалтерлер Уахит Жәкешев, Әбдікен Әкібаев, Жақып Қаппас, Абдулла Шайжанов және басқалар. Бас экономистер Берікбай Үмбетжанов, Зура Зарлықова, Бәкен Башаров, Нұркен Әлмағамбетов, Рымбек Тахауиева. Бас зоотехниктер Құсайынов Жұмашев, Мақсұт Исин, Мәжит Смайлов және басқалар. Бас мал дәрігерлері болса Төлеу Қошанов, Серікбай Әбдікешев, Сүйіндік Байкенов және тағы да басқалар. Ал бұл суреттерде біздің ауылымыздың ардагер ұстаздары. Сәпиянов Байскен, еңбек өкілі 40 жыл. Үйсінбаев Орынбай, еңбек еткен уақыты 40 жыл. Жұмакеев Қалкен, еңбек еткен жылы 40 жыл. Ахатов Төлеу, еңбек еткен өкілі 42 жыл. Бұл кісілердің барлығы біздің ауылымыздың ардагер ұстаздары. Ауылдан шыққан ғалымдар Көкетаев Темірғали, профессор, академик. 1939 жылы Қарағанды облысы Жанарқа ауданы, қазіргі уақыттағы Ынтымақ жеткіншек ауылында дүниеге келген. 1959 жылы Абай атындағы Қазпулды бітірген соң Тарту университетінің аспирант зерттеушісі стажер болды. Ал 1972 жылы Қармудың бірінші ректоры Бөкетовтың арнайы шақыру бойынша Қарағанды мемлекеттік университетіне ауысып, физика факультеті деканының орынбасары болып еңбек сіңірді. Құлқыбаев Ғабдолла 1941 жылы қаңтар айының 15-інде Сәкен Сейфуллин совхозында дүниеге келген. 1957 жылы Қарағанды медицина институтына емдеу факультетіне түсіп, 1963 жылы үздік бітіріп, сол институтының аспирантурасына қалады. Және де 1993 жылдан бастап Қарағандыдағы ғылыми зерттеу институтының директоры болды. Ауылдан шыққан ақын жазушылар Әйкен Асанова, Жұмасейітов Дүйсенбай. Сәкен Сейфуллин мұражайының ашылу рәсімі. 1981 жылы Сәкен ауылында тұңғыш Сәкен Сейфуллин атындағы мұражай ашылды. Мұражайдың ашылуы салтанатына Сәкен ағасы Мәжит Сейфуллин, Сәкеннің көзін көрген Кәдірке ата және көптеген ақын жазушылар қонаққа келді. Бұл суретте Оралхан Бөкей мұражайдың ашылу рәсімінің құрметті қонағы болды. Мұражайдың ашылу салтанатының қонағы Әбдіраш Жарасхан. Сәкеннің көзін көрген ауыл ақсақалы Кәдірке ата. 81 жылы Сәкен Сейфуллин. Ауылдан шыққан спорт саңлақтары Әбдіков Ғазиз,
Қалжанов Әбдіахмет, Ижанов Балдай Ижанұлы. Назарларыңызға рахмет.